Қайырлы күн, құрметті достар. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздердің алдарыңызда сырым жиен бала. Және бүгінгі біздің арнайы ролигіміз ол жедел жәрдем қызметкері фельдшердің жалпы жұмыс қандай, соған байланысты кішігірім контент болады. Жедел жәрдемнің вайбын бір роликке кіргізу ол мүмкін емес. Соған байланысты мен әлі де видеолар түсіріп отырамын. Но бүгінгі біздің кіріспе ретінде фельдшер деген кім? Ол қандай қызмет атқарады, оның жұмысы оңай ма деген сұрақтарға бүгінгі видеода мен жауап беремін. Маған дайректке, инстаграмға көп сұрақтар келеді. Аптека жайлы емес, кішкене болсын, жедел жәрдем, скорая өмірі жайлы, соның жұмыс қандай, сол жайлы кішкене видео түсірсеңіз деп дайректке көптеген оқырмандар жазады. Соған байланысты осы видеоны арнап жатырмын. Жалпы фельдшер дегеніміз, достар, ол жедел жәрдем қызметкері, алғашқы медициналық көмек көрсететін арнайы медициналық білімі бар специалисті біз фельдшер деп атаймыз. Фельдшер ол 103 қызметінде жұмыс жасайды. Мен өзім 103 қызметінде жылға жуық қызмет атқардым. Сондықтан жедел жәрдем өте қызық. Өзіме жақсы өмірлік тәжірибе алдым. Ол жерде жүріп өте адреналинге толы жұмыс болып келеді. Давайте бірінші минустарын келтіріп кетейік. Негізі ең бірінші ауыртпалық тигізетін ең бірінші минус деп оны біз нені келтірсек болады? Әрине ол бір психоауыртпалық, психнагрузка дейді ғой. Ол любой жұмыста болады, любой жерде ол ауыртпалық болуы мүмкін. Но жедел жәрдем қызметінде, жалпы медицина қызметкерлерінде ең бірінші осы тұсы кішкене бір ауыртпалық болып келуі мүмкін. Өйткені ол жедел жәрдем қызметінде барынша көбірек, өйткені ол науқаспен, яғни қиналып жатқан, шақырған науқаспен ең бірінші контактировать ететін, ең бірінші байланысқа түсетін ол больницадағы қабылдау бөліміндегі дәрігерлер, мергерлер емес, ол әрине бірінші үйіне баратын фельдшер болып келеді. Яғни сіз пациенттің үйіне барасыз, ол жерде қандай жағдай күтіп тұрғанын сіз мүлдем білмейсіз. Ол жерде мүмкін сізді психикалық ауытқуы бар адам болуы мүмкін, немесе маскүнем адам болуы мүмкін, нашақор адам болуы мүмкін. Тағы да басқа әртүрлі ситуацияларға байланысты, оны сіздерге айтып отыратын болсам, өте ұзақ болады. Әртүрлі санаттағы жататын адамдар мен жолығады. Қандай тез арада шешім қабылдау керектігін ол бірінші шешу керек, өзінің профессионалды қабілеттеріне байланысты. Соған келтіретін болсақ, психонагрузка өте көп, әртүрлі агрессия танытатын кісілер өте көп болады жұмыста. Тіпті өміріне қасына жасамақшы жандар да табылып жатыр, өзіміз білеміз. Фельдшердің естіп жатсаңыздар, өзіңіз білесіздер, талай рет нападение болған медицина қызметкерлеріне. Соған да байланысты өте үлкен жауапкершілік танытатын қазіргі таңда жұмыстардың бірі. Жалпы қазіргі фельдшер болып жұмыс жасау бұрыннан да бері ол негізі оңай жұмыстардың бірі емес. Сол үшін бұл жұмысқа бел буған жандар негізі өте мықты және өзінің бойында батырлық қасиеттері бар жандар деп айтсақ та болады. Екінші негізі үлкен кішігірім минус десек болады, ол өзіміз білеміз, что тәуліктік жұмыс медицина, жалпы фельдшерлік қызметте, ол жедел жәрдем қызметінде адамдар 24 сағат жұмыс жасайды, тәуліктік жұмыс. Яғни түнгі ұйқының бұзылуы ол организмге кері әсерін тигізуі мүмкін. Түнгі ұйқы деген ол білеміз, иммунитетті де қалпына келтіретін, организмнің қалыптасуына, организм жоғалтқан күштерін қайтадан әлендіру үшін ол түнгі ұйқы деген ең маңызды мәселелердің бірі болып келеді. Ал фельдшерлік қызметте түнгі ұйқы деген жоқ. Сіз 24 сағат бойы, тәулік бойы сіз сол тұрғындардың, қала тұрғындары болсын, жалпы пациенттердің денсаулығын қалын ойлаумен жүресіз. Ол минустардың бірі болып жатқызуға болады. Әрине басқа жұмыстарда да бар. Тәуліктік жұмыс болып келеді, оңай деп оны айта алмаймын. Сіз постоянно всегда жолда боласыз. Машинада постоянно отыратын боласыз. Машина сіздің үйіңіз болып кетеді жұмыс уақытында. Сол жерде тамақты ішесіз жолда жүріп. Сол жерде жүріп сіз жолда кетіп бара жатып, мысалы жолда кетіп тоқтай салып бір жерден тамақ ала саласыз. Өйткені сізде обедке арнайы уақыт жоқ. Сіз
экстренді қызметте жұмыс істейтін болғандықтан сіз любой уақытта кез келген уақытта сізді шақыртуға жіберіп жіберуі мүмкін. Соған да байланысты ол кейде машина іштері суық болуы мүмкін, кейде машиналар ескі машиналарда болуы мүмкін. Сондықтан кейде менде случай болған, даже машина суық болып ауырып қалған кездер болған. Постоянно транспорт болғаннан кейін, ол бір тұрақты жер болғаннан кейін, транспорт болғаннан кейін ол непредсказуемый болады ғой. Сол үшін үнемі жолда жүретін болғандықтан бұл жұмыстың тоже минус ретінде жатқызуға болады. Үнемі жолдасыз, өйткені жолда әртүрлі топырақ, құдай сақтасын, ұшырап кетуіңіз мүмкін. Ол бүкіл жерде риск болады. Сондықтан жолда жүрген адам кішкене более риск көбірек болғандықтан көп адамдар сол жерін как минус ретінде жатқызуға болады деп маған айтады да. Но бір шетінен мен де ойлап қарадым, шынымен жолда жүру ол минустардың бірі болып келеді. Постоянно жол тайғақ болуы мүмкін, риск өте көп. Өйткені сіз асығып жүреді машина, тем более қасыңыздағы водительіңіз, тем более ол оқып айдау керек міндетті түрде. Сол үшін постоянно жолда жүру ол бір шетінен кейбір адамдарға қызық болуы мүмкін, что но бірақ ол жерде сіз жолда отырып не істеп жүрмейсіз ғой, әрине сол жерде өзіңіздің жұмысыңызды атқарып жүресіз. Сондықтан жолда жүру деген ол минус ретінде жатқызуға болады. Бүгінгі видеоны толық соңына дейін қарағандарыңызға өте үлкен рахмет, достар. Ал енді міндетті түрде каналға жазылуды ұмытпаңыз. Жақын арада тағы да медицина жайлы, фармацевтика жайлы, фельдшерлік жайлы, жедел жәрдем жайлы тағы да басқа видеолар шығуы мүмкін. Өздеріңіз пікірлеріңіз болса төменге қалдырып кетсеңіздер болады комментарий бөліміне. Барлықтарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.